Assalamu alaikum бауырлар. Бүгін Құрайш сүресін үйренетін боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ли-илафи Құрайш. Ли-илафи Құрайш. Қалай оқылып жатыр, қай жері созылып жатыр, жақсы мән беріңіздер. Ли-илафи Құрайш. Илафихим рихлаташ-шитаи вас-сайф. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Осы жерлерде көп адам шатасады. Демдеріңіз жетпесе, асықпай бөліп оқыңыз. Қазір енді бөліп оқитын боламыз. Аллази ат'амахум min ju'in وآمنهم من خوف. Негізі бұл бөлініп оқылмайды, сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Кейін үйреніп алғаннан кейін бөлмей айтқандарыңыз дұрыс болады. Егер демдеріңіз жетпей тоқтайтын болсаңыздар, келесі сөйлемнен қайта бастап аласыздар. Мысалы, min ju'in деп тоқтайтын болсаңыздар, қайтадан min ju'in wa amanahum деп жалғастырасыздар. Басынан бастап айтып келе жатқан кезде. Аллази ат'амахум min ju'in wa amanahum min khawf. Мин деген жердегі харекетсіз, сукунсыз келген нун әрпі ғунналы. Мин деп осы жерді ұстаймыз. Сосын кейін жу, ол жерде мәт бар, созамыз. Сосын аю, мин жердегі айның әрпі астындағы тәнвин, ол жерде нун бар. Сол нунның нун әрпі вауға өзгеріп тұр. Сөйтіп екі вау қатар келіп тұр. Аю уә деп екі қатар оқып тұр. Аю уә созастар. Сосын кейін мин жерде мәт бар. Хамзаның үстінде алиф келген, одан кейін харекетсіз алиф мәт тұр. Әмәнәхум, мин жерде екі мим қатар келіп тұр. Осы жерді ұстайсыздар. Уә әмәнәхум мин, нун сукунмен келіп тұр, ұстамайсыздар. Уә әмәнәхум мин хауф. Тағы бір рет оқиық. Аллази ат'амахум min ju'in wa amanahum min khawf. Khawf соң созып тоқтайсыз.